Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, армысыздар, бармысыздар. Біздің әлеуметтік желідегі тұрақты көрермендеріміз, бүгінгі әңгіме арқылы 7 шелпек жайлы болмақ. Атам қазақ өлген әруақтарды еске алып, оларға құран бағыштап, 7 шелпек пісіріп, үйлерге таратқан. Қазір де бар ол дәстүр. Бір-біріне беттестірілген 7 шелпек аспанның 7 қабатын болмаса Құранда айтатын 7 қат жұмақты бейнелейді екен. Алланың бір аты да 7 көктің иесі. Рас, рухтың иіспен қоректейтін турасында көпшілік біле бермейді. Барлық тілдерде де рух ұғымы ауа, жел, дем, иіс сөздермен байланысты. Жұма сайын 7 нан пісіріп, ата-бабасын есін алу қазақтың ұлттық дәстүрі. Ол қазірде сақталып келеді. Құран оқып, ислам діні бойынша әруақтарға дұға жасалады. 7 нан кей жерлерде 7 шелпек деп айтылады. Әрі ұлттық тамақтың бірі десек те болады. 7 нан пісірген үй ата-бабасына Құран оқумен қатар ас қайырғанда бата да береді. Ата-баба аруағын сыйлаудан шыққан. Енді шелпек дегенімізге толық тоқталып кетсек. Шелпек қазақша шелпек дейді, қырғызша майтокоч, түркменше челпек, өзбек ұйғырларда чалпақ деп аталады. Оннан жасалатын тағам нанның бір түрі. Шелпектің пішіні шеңбер. Ол табада немесе тандырда пісіріледі, немесе майда қуырылады. Қабатты қатпарлы қамырдан, май мен сүтке күйеленген қамырдан, тұзданған немесе тұщы қамырдан жасалады. Шелпектің бірнеше түрі бар. Тіпті нанның сипаты жалпақ және дөңгелек болады. Әсіресе қамыр жұқа болса, оны шелпек деп отырады. Шелпектің әр халықта бірнеше өзгеше түрлері бар. Мысалы, лаваш шелпек, хичин, лакум, қыстыби, тортилья, лепешка, қаптама, патыр, чапати, кәдзури, момы, шөрек деп әр жерде әргілі айтылады. Бірақ түпкі негізгі мағынасы бір, оннан жасалады. Шелпектің ұнның алуан түрлерінен дайындалады. Мысалы, Балғар мен румындар шелпекті картоптан, картоп ұнынан да пісірген. Мексикандықтар тортилья шелпектерін жүгері ұнынан пісірген. Орыс, қазақ, қырғыз, өзбек, түрік, араб, үндіс, армян, тәжік, түркмен халықтары негізінде бидай ұнынан жасаған. Кей кезде тары, арпа ұнынан да шелпектер жасайды екен. Қытайлықтар, корейліктер, жапондықтар күріш ұнынан пісіріп жасайды екен. Кей кезде шелпектің ішіне бірдеңелер салып та пісіреді екен. Мысалы, қарашай мен малқарлар хичиндарға картоп, ірімшік, ет салса, өзбектер оның ішіне пияз салған. Өзбектердің патыр деген шелпектері қойдың құйрық майында қуырылып, қатпарлы болады. Қазақтарда қатпарлы қаптама деген шелпектің түрі бар. Үндістердің чаппати шелпегі табада емес, тандырда пісіріледі. Корейліктердің кәдзури шелпегі тәтті болса, қытайлықтардың момы желімтек жабысқақ болады. Бірақ шелпек тек нанның дөңгелек жұқа түрін жалпы атауы ғана емес, қазақтың арнайы бір тағамның атауы. Қазақтарда қатпарлы қаптама ғана шелпек емес, майда қуырылатын жұқа шелпектер дегенде тағам түрі бар. Бұны қазақтар негізінде адам қайтыс болған кезде, өлгендерге ас бергенде, бата оқығанда, жұма күндерінде діни мерекелерді жасаған. Шелпекті мұсылман мерекелерінде пісірсе де, шелпектің исламға еш қатысы жоқ. Дүниежүзінде шелпек ежелгі заманда күннің нышаны болып келген. Сондықтан формасы сондай дөңгелек болған. Ол кезде жұрт күнге табынған. Зороастр дінінде де күнге сыйыну салты болып, күнге арнап шелпектерді пісірген. Ислам діні келгенімен қазақтарда дәстүрлі шелпектерді пісірілуі тоқталған жоқ. Қазірде қазақтар арасында кейбір мұсылмандар ислам дініне жат салты тоқтату керек, шелпек пісіру ислам дінімен шатыспау керек деп жүр. Бірақ қазір шелпек пісіру халқымыз үшін діни құбылыс емес, мәдениеттің бір бөлшегі, ұлттық тағамның бір түрі болып саналады. Қазақ халқының шелпегі ашытылып та, ашытпай да пісіріледі. Енді түрлеріне тоқталып кетсек. Қатқабат шелпек. Пісіріп алған шелпектің арасында қарақаттың қағын орап жасалады. Кейде оны қағораған шелпек деп атайды. Май шелпек сары майға иіліп, онша жұқартпай пісіріледі.
Май шелпектің арасында қойдың, жылқының шұжығын бір бөлекте жасайды. Қиықша қант, жұмыртқа қосып, сүтке үйіліп, жұқа жазылған, бетіне жұмырша төрткіл өрліктерін басып, қиықшылап кескен шелпек. Сәлде шелпек, жіңішке таспа етіп тілінген, шумақтап майға қуырған шелпек. Оны қатты қыздырып, қытырлап етіп қуырады. Табаққа саларда мейіз, көкнәр немесе жеміс шырындарын тамызып, дәмдендіреді. Бұл көбіне мереке дастарханында арналған. Бүкпе шелпек, бұның ішінде жеміс қақтарын немесе қуырған ет салып, бүріп пісірген. Бүкпенің кейбір түрлерін табаға салып, пешке де пісірген екен. Дөңгелек шелпек, тұзы татыған жылы суға, сорпаға, кейде ақ құйып, қатты илеп, дөңгелектеп жайып, майға қуырылған күнделікті дастарханға арналған тағам. Оны ашыған және ашымаған қамырдан да қуыра беруге болады. Ләйлек, беті алынбаған сүтке үйіліп, жұқалап жайып, жұмсақ етіп қуырған дөңгелек шелпек. Күлше шелпек, қоламдағы көміп пісірген нан. Қазір күлшені пісіру үшін ұнды тұз татыған суға қатты илеп, 15-30 минут бетін жауып толық ысытады. Содан кейін қамырды жуандау есіп, бөлектеп кеседі, оқтаумен дөңгелектеп жазады. Дөңгелек бетіне ағаш қасты сабымен өрнек жасайды. Содан кейін сары маймен майлап, өте ыстық емес пешке 7-8 минутқа салып пісіреді. Күлше көбіне шай дастарханына арналған ыстық нан. Су шелпек. Майға сүтке үйленген шелпекті кейде құр суға қайнатып пісіреді. Су шелпек туралған етке, қуырдаққа, кейде бұршақ ботқасына, қызыл ірімшікке қоса табаққа салынады екен. Қадірлі көрермен, бүгін сіздермен шелпектің жалпы тарихы, түрлері жайлы айтып өттік. Сіздерге бұның пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Эфирде келесі кездескенше сау, саламатта болайық.